Шәуілдір атауы туралы аңыз. Ертеде Бұзық қаласын Мұрындық атты хан билепті. Ол өте қатал, айтқаннан қайтпайтын бір беткей жан екен. Бірде қаладағы Беген өзенінен су тартылып, қала тұрғындары бір тамшы суға зар болыпты. Сол кезде Мұрындық хан, кімде-кім қалаға су жеткізетін болса, соған қызымды беремін деп жар салыпты. Мұрындықтың Дүрия есімді айдай сұлу қызы бар екен. Көркіне ақылы сай Дүриядан қаланың бар кәрі жасы тегіс үміткер болып, олар қалаға су әкелу жұмысына бар ынтасымен жұмылыпты. Алайда су жеткізу еш қайсының қолынан келмесе керек. Сол ауылда Мұрындықтың жылқысын бағатын Шәміл есімді көрікті, батыр тұлғалы жігіт бар екен. Шәміл мен Дүрия бір-бірін өте жақсы көріпті. Бірақ сезімдерін жария етуге бірінің кедей жігіт, екіншісінің бай қызы екендігі бөгет болыпты. Расында тігерге тұяғы жоқ, сіңірі шыққан кедейге қай бай қызын берсін. Осыдан барып, Дүрия әкесіне Шәмілді ұнататынын айтуға аузы бармайды. Айтқан жағдайда сүйген жігітінің мойнына қылархан түсетіні анық. Ханның қалаға су әкелу туралы жарлығын естігенде Шәміл қатты қуанады. Дүрияға қосылудың бірден бір жолы осы деп ойлайды. Ол үлкен кетпен жасатыпты. Арыс өзенінің жағасына келіп, тездетіп іске кіріседі. Күн-түн демей арық қазады. Тек бір өкініштісі 15 шақырымдай жүргенде кетпен бір қатты затқа соғылып, сабы сынып кетеді. Кетпеннің сабы тораңғыл ағашынан жасалған екен. Ызаланған Шәміл сынған сапты 5 бөліп лақтырып жіберсе, ол 5 таяқша болып жерге шаншыла түседі де, біраз уақыт өткесін көктеп шығады. Кейін сол жерде 5 ағаш өсіп тұрады. Содан халық ол жерді 5 тораңғыл деп атап кетеді. Шәміл кетпенін қайта саптап, жұмысын жалғастыра береді. 30 шақырымдай арық қазып, Бұзық қаласына су алып барады. Шөліркеген халық суға қанып, шаттыққа бөленеді. Алайда Мұрындық хан өзінің уәдесін орындамайды. Қызын алып, Отырар қаласына қарай қашады. Шәміл оларды Отырарға жеткізбей, қуып жетіп, Дүрияны күшпен тартып алады. Содан кеткен 2 жас Ну орманды паналап, күн кешеді. Аң аулап, жеміс жидекті қорек етеді. Мұны естіген хан ашуға мініп, арттарынан әскерін жіберіп, екеуін табанда өлтіртеді. Осы 2 ғашық паналаған жерді жұрт Шәміл мен Дүрияның ауылы деп атап кетіпті. Уақыт өте келе, бұл атау қысқартылып, Шәмілдір, артынан дыбыстық өзгерістерге ұшырап, Шәуілдір атанған деген сөз бар. Бабалар сөзі кітабынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайыл қызы.